Назар ФМ медиа орталығы сіздерге музыка әлемі бағдарламасын ұсынады. Сіздермен болатын мен, Марал Асхатқызы. Иә, достар, өткен бағдарлама өте қызықты болды деген ойдамыз. Керемет сұхбат болды және керемет жауаптар болды деген ойдамыз. Достар, біз өзіміздің бағдарламаны ары қарата жалғастырамыз. Әуен адамның есту қабілетінен айырылуын болдырмайды. Музыкаға қызықпайтын адамдарға қарағанда, композиторлар, музыканттар, әншілер құлақтары жақсы еститіні анықталған. Жақсы көретін әніңді тыңдау, жауапсыз махаббатыңды ұмыттырып, жаңа өмірге қадам басуға жол ашады. Музыкаға адамның ойлау қабілетін арттырып, есте сақтау жүйесін жақсартады. Әуенді қаншалықты көп тыңдасаңыз, соншалықты нәтижесіне қол жеткізесіз. Иә, достар, тек қана махаббатқа ғана емес екен. Яғни, ренжісіп қалған кезде, немесе осы өмірге көңіліңіз толмай жүрсе, достар, әдемі әуен естіңіз, немесе бірге қосылып әндетіңіз. Зерттеушілер сөзіне сүйенсек, жағымды әуен тыңдай отырып, белгілі бір істерге деген талғамның 60% жоғарылайтыны көрінеді. Әуен өліп қалған өсімдікке жан беруге қабілетті. Яғни, солып қалған үй өсімдігінің жанына колонка қойып, әсем әуен қосып қойсаңыз, белгілі уақыттан соң өсімдігіңіз өмірге қайта келгеніне куә боласыз. Дене шынықтыру кезінде әуен тыңдау басқа кездегі жаттығуға қарағанда 20%-ға нәтижелі болады екен. Мұны, яғни достар, допинг, яғни ағзаны сергітетін дәрі қабылдаумен салыстыруға болады екен. Достар, араларыңызда спортпен шұғылданатын адамдар болса, міндетті түрде жақсы музыка тыңдаңыз. Күш беретін және мотивация беретін әндер мен әуендерді тыңдауды ұмытпаңыздар. Сол кезде 20%-ға нәтижелі болады екен. Достар, музыка адамды бауырмал етеді және мейірімді етеді. Психологиялық тәжірибе жүргізгенде күнделікті сүйікті әуенін тыңдайтын адам кемінде 5 рет адамдарға көмек беріп, қол ұшын созатыны анықталған екен. Музыка адамның жүрегін емдейді. Жүрегі ұстап немесе ота жасалған адамға көмегі көп екен. Жағымды әуен тамыр жүйесін емдейтіні ғылыми тұрғыда дәлелденген. Иә, достар, музыка туралы қызықты мағлұматтар осымен тәмам. Достар, біз Facebook, Instagram, YouTube желілерінде бармыз. Сол жерге тіркеліп, өздеріңіздің пікірлеріңізбен бөліссеңіздер болады. Біз үшін өте маңызды. Достар, сіздермен бірге болған мен Марал Асхатқызы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.